Ассалаумағалейкум, менің тұрақты YouTube көрермендерім. Бүгін маған Абылай деген Жуантөбе ауылынан көкпаршы бауырымыз звондады. Тұмар деген атының аяғы ісіп, мынандай халде тұр екен қазір. Бега, короче, айтқанда мына жері ғой, көрдің бе? Томпи үсіп тұрған. Мына уже жалпайып кеткен көрдің бе? Мына жер. Қатық баған ғой уже. Не істеуге болады мына? Ауырат, короче, айтқанда мынау. Бұл жерлер емес мынау. Не істеуге болады мына? Андай тіп-тіке емес аяғы. Аяғы бүйтіп келгенде бүйтіп. Аяғы бүйтіп шығып кеткен. Бұл тұмардың аяғы іскені жаңағыдай сілтіп басады екен. Мына негізі аттың, жылқылардың аяқтарының ауруларының түрлері көп, себептері де көп. Мына кесе басу деген ауру болады екен. Бұл кесе басуда ат көкпарда немесе шаруашылықта өзі мініп жүрген кезде, кенеттен шауып кеткен кезде, оқыс қимылдаған кезде жаңағы аяғына зақым тиеді. Мынау сіңірлер езіледі дейді. Мынау буындары зақым тиеді. Сөйтіп ісет, ірің толады ішіне. Сары су жиналады. Бұндай жағдайларда не істеуге болады? Емі қандай? Мынау дәстүрлі емі мынандай болады. Түйенің шудасын алып, оған тұзды суды сіндіріп, жаңағы сарбақ дейді. Сорбақ дейді, немесе ермен ертіндісін қосып, орап, байлап тастайды. Бұны күнделікті қайтқанша істейді. Содан кейін қайтқаннан кейін оны мәлімнің немесе суырдың майлары болады. Құйрық маймен де істеуге болады. Құйрық майды жағып, жақсылап, сөйтіп кигізбен орап, күнделікті істеп отырса, екінші мәрте қайталанбайды бұл жағдай. Жылқының маңқа ауруы жайлы, оның белгілері қалай келеді, қалай жұғатын білгілеріңіз келетін болса, мына жердегі батырманы басып, ішіндегі видеоны көрсеңіздер болады. Ал қан түсу деген болады. Кейбір атбегілеріміз осы тәжірибесіз, жаңадан бастап келе жатқан атбегілердің қателіктері осы қан түсуден басталады негізі. Қан түсу дегеніміз күнделікті шагайт деген кезде, демін алмай, бойындағы қан қысымын баспай, дереу арада кермеге байлап қоя салады. Соның арқасында қан түседі. Бұндай жағдайларда оның алдына алу үшін сіз шагайттап келдіңіз, дайындықтан келдіңіз, немесе бәйгеден атты алып келдіңіз ғой. Сол кезде дереу арада желге қарай жарты сағат немесе жарты сағаттан көп жүргізіп, аяңдатып, бойындағы қанды басып, содан кейін тынықтыру керек, содан кейін қан тарып қою керек. Ал оның еміне келетін болсақ, қан түскен малдың аяғына қан көбейіп кетеді, ісіп кетеді ол кезде де. Ол кезде буын желіншектің жоғарғы іскен жерін арқанмен немесе жіппен буып алады дағын. Жаңағы буған кезде бақайдың тамыры көрінеді. Сол кезде тамыры көрінген кезде тамырын жеңіл тіліп 250 грамдай алып, қан алып болғаннан кейін бармақпен басып оны тоқтатып, қанды ұйытады. Үйіп болғаннан кейін оны барып көлге немесе ісіктің барлық несін суға бататындай қылып, кейбір қазір нелерде мұзға қойып қояды. Ол енді білмеймін, дұрыс па, дұрыс емес па, бірақ кейбір ата-бабамыз суға байлап қоятын, күндік таңғасыру дейді оны. Күндік таңғасырып қояды. Ол содан кейін содан қайтады ол. Екінші ауру ол сырғасы тайып кетеді. Оқыс қимылдаған артқы аяғының сырғасы, тірсегі сырғасы тайып кететін болады. Ол кезде
жаңағы емдік шараларында сырғасы таймаған аяқтың сіңірін, жіліншек деп тірсектің жоғарғы жағында сіңірі болады. Соны сіңірді немен, матамен немесе қиып тастамайтын бір жіппен байлап қояды. Сол кезде жаңағы сау емес аяғына салмақ түседі дағын, жүрген кезде өзінен өзі мәжбүрлеп жаңа сырғасы орнына өзі-ақ келеді. Сондай менде практика жүзінде осындай жағдай болған. Менің кертөбел деген айғырым мініп жүргеннен кейін біраз уақыттан кейін сондай сырғасы тайып кетті. Сонымен үлкен кісілер ол кезде бар болатын. Сол кезде анау сау емес аяғына матамен сіңір жағына байлап қойдым. Сөйтіп оны мал айдап бара жатқан кезде, жаңағы мал айдап бара жатқан екінші атқа ауыстырып алдым да, жаңағы кертөбелімді өріске жібере салдым. Содан 3-4 күннен кейін көш біткеннен кейін оны ұстап алып қайттан мінсем, аяғы жазылып кеткен екен. Міне жаңағы өзінен өзі сау емес аяғына салмақ түседі даған сырғасы орнына келеді екен. Және де ветеринарлық тәсілмен айтсақ, фенолжек деген және де дексаметазон деген препараттар болады. Осы екі препаратта жаңа аяқтың ісуіне, буынның ауруына, тағы да басқа көптеген осы жылқының аяғының буын ауруларына, көптеген ауруларына қарсы дексаметазон мен фенолжек. Осы 20 граммнан күре тамырдан саласыз. Бұл салған кезде 3 күн сайын саласыз. Жаңағы ісік қайтқанша. Және де тағы да дексофорт дейді. Бұл дексофортты да өзінің нұсқаулығында болады. Бұның нұсқаулығында жазылып тұрады. Қанша тір салмаққа қанша салатындығы барлығы жазылып тұрады. Бұны салған кезде іскен аяқтың жоғарғы жағындағы жауырын етке немесе болмаса мойындағы етке енгізіп жібересіз. Бұл ісікті қайтарады аяқтың. Содан кейін аяқтың ауруларына да ем. Осы жаңағындай тағы да бір ескертетін жағдай, көптеген атбегілер біле бермейді, немесе көптеген аттың баптаушылар дейміз ба, сол кісілерге ескерту, аттың 40 күн шілде жемге қоямыз ғой, қыста, жазда. Сол қысқы уақыттарында аттың астын тазаланбағандықтан, шылқып жатқандықтан кейбір жағдайлар болады, қол босамай қалады. Сол кезде аттың аяғына жаңағы шылқыған топырақтың арқасынан суық тиеді. Суық тиіп, аттың несі бірден ақсап қалмайды ол кезде. Ол кезде суық тигеннен кейін сіз мініп барып, оны баптауға мінген кезде, тұрақты кезде ойнақтап жүріп, сол кезде жаңағындай қан тулап бір орында тұрып қалып неғаған кезде аяғы ісіп кететін болады. Яғни бұл сіңірінің суықтауы, буындарының суықтауынан әсерінен болады. Сол кезде осы дәрілерді салсаңыздар болады. Жаңа мен басындағы айтқан дәрілерді, жоғарыда айтқан дәрілерді салып қайтарсаңыздар болады. Және бірнеше түрлерде болады бұл аяқ ауруының препараттар. Оның барлығын өздеріңіздің ауылдарыңыздағы ветеринарлардан сұрап білсеңіздер болады. Оның алдын алу үшін, жаңағы суықтаудың алдын алу үшін тек қана астын жаңағындай тазалап, уақытында боғын шығарып, тап-таза құрғақ топырақты сеуіп астына ауыстырып тұру керек. Болды, одан басқа тәсіл жоқ. Міне бүгінге осы. Егерде басқа да ауруларға сұрақтарыңыз болатын болса, осы каналға тіркеліп, лайкыңызды басып, комментарияңызға сұрағыңызды жазып, осы Абылай бауырым сияқты сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады.